Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің есімім Адия Аралбай. Мен бүгін YouTube парақшамда кітап ақтар айдарын бастаймын. Менің инста парақшамда кітап ақтар айдары бар. Оның пайда болғаны біраз уақыт болды, бірақ та осы кітаптағы бар қызық ақпараттарды кішкентай ғана постпен жеткізу өте қиын. Сондықтан да мен осы YouTube арнамда кітаптарға кішігірім мазмұндама беремін деп өзіме бір мақсат қойған болатынмын. Бүгін бірінші видео сіздерге мына кітапты ұсынғым келеді. Мария Монтессоридің методика раннее развитие деп аталады. Бұл бар жоғы 200-220 беттен тұрады. Ішінде ақпараттар өте пайдалы. Егер баламен үйде ойнап, оны дамытам десеңіздер, қолдан көптеген ойыншықтар жасаудың түрлерін ұсынады. Жалпы барлығын басынан бастап өтсек, Мария Монтессори баланы ерте жастан дамыту керек деген ұранды ұстанады. Яғни баланың миы 3 жасқа дейін толық 70%-ға дейін дамып болады екен. Ал 6 жасқа дейін ол пайыз 90-ға жетеді екен. Яғни біздің балаларымыз мектепке барған кезде олардың милары толық дамыған болып есептеледі екенде, және онымен кішкентай кезінен айналыспай, оны дамытпасаң, ол бірден мектепке барып оқуына өте қиын болады екен. Сондықтан да мысалға тілі кеш шығатын балдар, мектепте нашар оқитын балдар, немесе ақпаратты өте баяу қабылдайтын балдардың ең басты қателігі олардың аналарында, яғни олар бастапқыдан кішкентай кезінен олармен айналыспаған деген қағида айтылады. Негізінде осы барлық ақпаратты 6 жасқа дейін барлық жалпы білімді 6 жасқа дейін беруге тырысу керек дейді. Бұл жердегі білім туралы айтатын болсақ, яғни мысалға жалпы баланы ерте кезден дамыту дегеніміз не дейді автор? Яғни ол ең бірінші физикалық дене жаттығулары, яғни моторикасын дамыту кішкентай кезінен. Оған көптеген жаттығуларда айтпақшы Глен Доманның да методикасы бар. Ол жерде осы дене жаттығуларына, моторикаға байланысты мысалдар, ойындар, жаттығулар өте көп. Яғни Глен Доманды айтып өттік. Глен Доманның мынандай қарапайым бір несі бар. Мысалы, бір жаттығуда бала 2-3 айға толған кезде қолдарын қатты қысып жатады дейді. Сол кезде мысалы өзімізде кейде бүйтіп бармағымызды бүйтіп қолдың арасына салатын болса, қатты қысып алады. Сондықтан да осы жаттығуды өте жиі жасау керек екен. Және ол бала деген қалай көрсетсем екен, в общем, осылай жиі қысып бармақтарыңызды беріп, қолын жиі өстіп қыстыртатын болсаңыздар, мына ортадағы алақанның, яғни қолдың моторикасы өте жақсы баланың миына, интеллектіне үлкен әсерін тигізеді екен. Мысалға, біз көп жағдайда ойлаймыз, ол кішкентай кезінде қанша бір білім береміз, ол әлі түк түсінбейді ғой деген сияқты пікірлер болып жатады. Бірақ шын мәнінде осы дене жаттығулары баланы ерте кезден ішіне жатқызу, бірақ та ұйқылы кезде ешқашан ішіне жатқызуға болмайды деп айтылады, себебі бала тұншығып қалуы мүмкін. Сондықтан да мысалға сіздің жаныңызда жатқан кезде или өзіңіз жатқан кезде ішіне жатқызып қойып, көбіне осы жаңағы өзін тұрып үйретіп, жаңағы тезірек еңбектеуіне үлкен әсері бар екен. Бұл Глен Доманның методикасында өте көп айтылған. Оған да арнайы осындай бір видео арнайтын боламын бүгін. Мария Монтессори. Мария Монтессоридің айтуынша баланы ерте жастан дамыту керек. Яғни онымен әртүрлі ойындар ойнау, оның логикасын дамыту, жаңағыдай оған кітап көп оқу. Соның арнайы бір 7 ережесі бар, қазір мен сіздерге соны айтып өтемін. Бірінші, ол ойыншықтар туралы айтады. Сіздер білесіздер, Монтессоридің өзінің арнайы ойыншықтары бар. Сонымен қатар, егер оларды ала алмасаңыздар, немесе алуға бір ниетіңіз болмаса, егер қаражат жағынан қиналып жатсаңыз, оның барлығын осы кітаптың ішінен үйде арнайы қолдан жасайтын әртүрлі ойындардың түрлері бар.
соның бір екеуін ең соңында айтып өтемін. Сонымен қатар баламен жиі далаға шығу оның денсаулығына өйткені ол тікелей әсер етеді. Үшіншісі ол сөйлесу. Мысалға сіз балаңызды емізіп жатсаңыз да, далада жүрсеңіз де, жаныңызда жатса да, ол тіпті 4 айлық болса да, 6 айлық болса да үнемі сөйлесу мүмкін, бір әңгімелер айту. Себебі бала кішкентай кезінен көп әңгіме естіген сайын оның шынымен миы жақсы қабылдайды екен. Өйткені ол кішкентайынан ақпаратты көп естиді. Одан кейін тілінің тез шығуына, оның болашақта жаңағы өзін жақсы қырынан көрсетуіне шынымен ықпалы тиеді деп айтылады. Одан кейін неғұрлым белсенді болу. Белсенді болу дегеніміз жаңағы мысалға баламен көп дене жаттығуларын жасау керек деп айтып өттім ғой. Мысалға далаға шыққан кезде бізде қазір барлық үйлердің алдында ойнайтын жерлер, площадкалар жасалып қойған. Солардың әрқайсысына кішкенеден болып тартылып, мініп, абайлы болу керек әрине. Жанында тұрсаңыздар. Мынандай естіген тағыда, мысалға осы турниктардан кейде қорқып жатамыз, бала мініп жатқанда құлап қала ма деп. Сондай кезде балаға айту керек екен, мен жаныңда болған кезде, мен қарап тұрған кезде мініп көруге болады. Ал егер де мен жоқ кезде, өзің жүрсең далада, мысалы кішкене өседі ғой, 5-6-ға 7-ге келген кезде, ондай кезде қауіпті жерлерге аса бара берме, сені себебі жаңағы қолайсыз жағдайлар болып қалса, саған көмек тигізетін адам бола алмай қалуы мүмкін деген сияқты алдын ала ескертіп қою керек екен. Бұл енді қосымша жаңағы ойыма келіп қалған ақпарат. Бір маңызды ақпарат. Ол кісі айтады, мысалға, осы бала тәрбиесін аналар ерте кезден осы бастайыншы, баламен айналысайыншы деп бар көңіл ынтасын беріп бастай берген кезде бір кейбір мифтер болады дейді. Оны немесе туысқандары, немесе жақын адамдар, немесе достар айта бастайды. Бірінші миф, оны бала ойын баласы деп жатамыз ғой, көбірек ойнасын, оған соншама оқытып, соншама онымен айналысып, неғыласын, ертең мектепте ақ үйреніп алады деген сияқты бір пікірлер болып жатады. Оның да бір астарында сөздің шындығы бар. Егер сіз өзіңізге дейді мақсат қойсаңыз, мен вундеркинд өсірем деген, онда ол бала мүлдем білімнен, ақпараттан шаршап кетуі мүмкін. Бір жерден екінші жерге, үшінші жерден төртінші жерге апарып, оны үйде қайта оқыта беруге де болмайды. Бұл жерде автордың айтайын деп отырғаны, мысалға сіз баланың бір қабілетін өзіңіз байқауыңыз керек. Мысалы, ол неге жақын? Мысалға, кейбір балдар мысалы спортқа жақын, кейбір балдар кітап оқуға құмар, кейбір балдар осы тамақ істеуді ерте кезден ақ жасап кеткісі келеді қыздар. Одан кейін жаңағы енді қабілеттер көп қой, айта берсең, сол бір өзінің қабілетін тауып алу арқылы және барлық ойындарды, кез келген ақпаратты ойын түрінде жеткізсеңіз, ол бала ешқашан білімнен жалықпайды. Яғни сіз ойнау арқылы оны кішкене алдау керексіз деген сияқты айтылады. Одан кейін сондай мифтердің бірі. Екінші миф, ол мысалы мектепке барған кезде үйренеді, оны үйретеді деген сияқты. Бірақ та бұл жерде ең басты қағиданы білу керек. Ол мектепке қанша барғанымен ең алғашқы мұғалім ол әрқашанда әрқайсымыз үшін анамыз болып келеді. Сондықтан басты фундамент анамен, бірінші анадан және әкеден тұрады екен. Сондықтан да бастапқы фундамент қалай құрылса, ары қарай мектепте жақсы оқып кетуі, өмірде өз жолының табуы соған байланысты болып келеді. Одан кейін тағы қандай мифтер бар? Мен оқыта алмаймын деген миф. Яғни, менің білімім жоқ, мен қалай оқытатынын білмеймін. Егер білмесеңіз, осы кітапты сатып алыңыз деп кеңес беремін. Өйткені бұл жерде пайдалы ақпараттар өте көп. Қалай істеу керек, неден бастау керек, қалай баламен сөйлесу керек, жалпы осындай қызық ақпараттар көп айтылады. Одан кейін тағы бір айтылатын нәрсе, ол менің уақытым жоқ. Мен өте жұмысым көп, немесе бала шағама қарайтын уақытым жоқ, ақшаны кім табады деген сияқты адамдарда болып жатады, әрине өкінішке орай. Дегенмен де бастысы ниет дейді. Ол мысалға сіз баламен күні бойы айналысып, оның мәнісі, мағынасы болмаса, одан түк шықпайды дейді. Ал сіз жұмыстан кейін бір 10 минут
тіпті 15 минут арнап оған сапалы бір ақпарат беретін болсаңыз, ол әлде қайда жақсы жұмыс істейді. Сосын автордың айтуынша, кейбір методикалар олар балаларға жұмыс істейді, кейбір методикалар онша жұмыс істей бермейді. Сондықтан да Мария Монтессоридің методикасынан басқа да мысалы көптеген методикалар бар. Жаңа мен айтқан Глен Доманда бар, одан кейін Юлия Гипернайтер деген кісі бар. Юлия ғой деймін, атын кешірім сұраймын, кейін неде жазып қоямын, суретін көрсетемін. Одан кейін жаңағы Анна Быкова деген кісі бар. Ол өте мықты психолог, ресейдің психологы. Ол кісінің де методикасы маған өте ұнайды. Яғни бұл жерде методикалар өте көп, соның ішін зерттей отырып, балаңызға сай методиканы таңдау керек деп автордың өзі кеңес береді. Сондықтан да кейде бір методиканы қолданып, ол жұмыс істемейтін болса, бұл баламен жұмыс істеу мүмкін емес деген сияқты пікір айтуға болмайды делінген. Жалпы ойынға байланысты мысалға, әсіресе 1,5-2 жастағы балдарға мынандай бір жаттығу айтылады. Қарапайым бір үйде керек емес матаны алсаңыздар болады. Оған 3-4 түйме, мысалы кішкентай түйме, орташа, үлкен түймелерді тігіп, жанына жаңағыдай кәдімгідей түймені кіргізуге болатын тесікшелер жасап қоясыздар, мысалы киімде сияқты. Сонымен балаға беріп қоясыздар да, жаңағы бала үйрену керек. Бұл жаңағы мелкий моториканы өте жақсы дамытады. Бұл жерде моторика дей беремін, жалпы моторика дегенне көбісі түсіне бермейді. Мына қолмен көп жұмыс істеген баланың миы өте жақсы жұмыс істейді екен, яғни оның интеллектіне жақсы әсер етеді. Сондықтан да балаңызды кішкентай кезінен осындай әртүрлі ойындармен ойнату арқылы жақсы дамытуға болады. Сондай бір ойындардың бірі айтылады. Менің бүгінгі кітап ақтар айдарымның алғашқы видеосы сіздерге ұнады деген үміттемін. Қателіктер болып жатса, сөзімді, ойымды дұрыс жеткізе алмасам, кешірім сұраймын, себебі бірінші видео болған соң кішкене қобалжып тұрғаным да бар. Басымда ақпарат өте көп, бірақ оның барлығын қалай жеткіземін, осы айдарымды қалай түсінікті қылып түсірсем екен деген бір ой тұр. Шын айтсам басымда. Сондықтан да алдағы уақытта одан да жақсы видеолар түсіруге тырысатын боламын. Пайдалы, жақсы методикалар мен кітаптар өте көп. Сондықтан да жазылыңыздар. Сіздермен бірге болған Адия Аралбай.